қарызға ақша бермеймін. Ешкімге қарызға ақша бермеймін. Менде тек бір ереже бар, ол мен қайтарымсыз ақша беремін. Яғни өзімнің бауырларым, жақыным сұрайтын болса, менде 30 000 теңге артық болса, мен беремін. Яғни бұл ақша маған қайтпақ қойса да болады деген іштей оймен. Қайтарса өз білет, қайтармаса енді мен оны іздемеймін. Яғни қатты қажеттілік жоқ менде. Сондай ақша болса қайтарымсыз беремін. Яғни ол өзімнің жан-жағымдағы, енді естественно, ол менің ата-анам, бауырларым, досым болуы мүмкін, күйеуім деген сияқты, иә. Бірақ артық адам емес та. Неге? Өйткені қарыз беру менің энергиямды беріп, себебі ақша деген энергия, ақшаны маған ешкім порточкадан беріп жатқан жоқ. Өзім күні-түні еңбектеніп, нөлден бастап, еңбектеніп осылай келе жатырмын. Мысалы 6 жыл болды, 5 жыл болды блог жүргізіп келе жатырмын, 6 жыл болды күйеуімнің блогына көмектесіп келе жатырмын. Сол себепті кез келген адам осылай еңбектеніп ақша таба алады деп ойлаймын. Және де мысалы ойлауларыңыз мүмкін, қарызға ақша сұраса беру керек деген сияқты неше түрлі болады. Бергісі келген адам беру керек деп ойлаймын, бірақ ол менде бос жатқан ақша жоқ. Ешқандай ақшам бос бір жерде тұрған жоқ та, мен бере сала алмаймын. Менің бала шағам бар, менің өзімнің жауапкершілігім бар. 3 балам болғаннан кейін мен басқаша мүлде ойланып бастадым. Оның алдында мүмкін басқаша адам болған шығармын. Бірақ қарызға бергеннен кейін мен түсіндім, ол қарыздың қайтуы деген нәрсе сенің ойыңның мынадай бөлігін алып жатады да, ол сенің қатты бір энергияңды жеп тастайды. Себебі сенің жауапкершілігің болуы мүмкін, бірақ адамдардың бәрі 5 саусақ бірдей емес. Сол себепті мен өзім шештім, қарызға ешкімге ақша бермеймін, және де енді Құдай басқа салмасын, ешкімнен қарызға ақша алмаймын деп.